Қайырлы күн, сіздермен бірге ұстазтайым каналы. Бүгін Excel бағдарламасында мәтін құру кезінде бізде осындай мәтініміз ширinaдан асып кетіп жатады. Осы ширинаны біз үлкейтіп немесе кішірейтіп көп уақытымызды кетіріп жатамыз. Бүгін осы Excel бағдарламасында автоматты түрде осы шириналардың өзі қалпына келетіндей жасайтын боламыз. Ең алдымен мышканың лист сөзіне әкелеміз. Значит, батырманы басамыз. Мышканың оң жақ батырмасын басып, исходный текстті басып, worksheet батырмасын басамыз. Мына жерге біз, яғни формула, яғни сөздікті жазамыз. Ағылшынша sales.enter clone басып жазамыз. .autofit. Мына бізде дайын болды текстіміз, яғни бұл текст дайын болғаннан кейін дәл осылай жазамыз. Sales.enter clone.autofit деп мына яшықты терезелерді жабамыз. Жауып болғаннан кейін мұнда біз жазамыз. Міне жаздық. Міне автоматты түрде біздің ширинамыз қалпына келді. Яғни біз уақыт құртпаймыз, ширинаны үлкейтіп немесе кішірейтіп. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.